Ассалаумалейкум достар, сіздермен бірге Ключ на 17 каналы. Бүгін біз машинаға жасаған тюнингтер бойынша айтатын болсақ, біз машинаға 14 размердегі титановый диска салдық. Бұл жерде бізде 175-65-14-тік Dunlop'тың японский липучка резина тұр. Титановый диск бізде бу түрінде алдық. Оны қара түске боядық. Менің ойымдағы десятканы қалай жинаймын деген менде кішігірім проект бар еді. Соны мен видео барысында көрсететін боламын. Сол бойынша мен машинаны жинағым келді. И получается мен қара титановый диск саламын деп шештім. Қара титановый диск салдым. Менің ойымша прям идеально көрініп тұр. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety, filling up every space, no privacy, and silently, it could build and build until you finally see, whoa, it's taking over, damn no closure, moving closer. No exposure, I just wanna be a loner. Some can't stay sober, looking over all their shoulders, like moving boulders just to get out of the home. It sucks, I've had enough, I don't wanna feel the stuck under the rug, all my problems that I shove. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough, nothing's really clear, sometimes it could be a little tough, I just need to feel like the end's in sight for me, but let's be really real, anxiety can foggy all this stuff. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough, nothing's really clear, sometimes it could be a little tough, I just need to feel like the end's in sight for me, but let's be really real, anxiety can foggy all this stuff. Nice. Но мен машинаны жуып үлгермедім, видеоны ертерек салғым келді, потому что қол босамай біраз уақыт бойы салмағаннан кейін асығыс түрде келдім да, бүгін видео салып жатырмын. Бізде подкрылингтер бұрын болды, біз подкрылингті задний екеуін шешіп тастадық, передний екеуін шешкен жоқпын, олар әлде де тұр, мынау жаман көрініп тұр. Алдыңғы екеуін шешпеген себебім, потому что қазір қыс мезгілі болғандықтан су шашырайды, жаңағы генераторға су тимес үшін деген мақсатта мен ешқандай шешкен жоқпын. Алдыңғы екеуі тұра берсін, көктем келеді, көктемде мен шешетін боламын. Так, машина жайлы осы. Маған негізі 185-65-14 размердегі кордиант шиналарын маған ағам сыйлыққа берген болатын туған күніме орай. Мына видеода көріп тұрғандарыңыздай сол шиналарды салдым. Но мен неге қайта липучка салдым деген сұрақ туындайды сіздерде, потому что менде айтып өткендей 185-65-14 размердегі шипованный шиналар менің подкрылингтерге тие бастады. И жағымсыз дауыстар шықты. Көп адам отыратын болса, қытырлап жаман дауыстар шығады. Мен сондықтан оларды шешіп тастадым да, и жаңадан осы Dunlop'тың липучкаларын салған болатынмын. Но мен оларды салғаннан қазір қатты өкінемін, және оның себептерін келесі видеолардан көретін боласыздар. В общем, достар, мен видео түсірмегеніме конкретно 4-5 ай болды ма? И получается, сол 4-5 айдың ішінде машина біраз ДТП-ға түсті. Мен бекер липучка алдым, мен өкінем. И машинаның, АБС жоқ, сондықтан, мен ДТП-ларға көп түсін. Так, енді солар айтатын болсақ, осы видео түсірілден бір күн алдын, мен бір ДТП-ға түстім. Менде бампер сынды. Вот, краскасы түсті и бампер сынды. Все, бұл жерде мен бір ВАЗ-21-14 14-кінің артына кіріп кеттім. Хорошо, что қайта ештеңе сынған жоқ. Только мен бамперін сынды, мен зардап шектім бұл жерде. И вот номердің рамкалары сынып кетті. Жаңасын салатын боламыз. И оның алдында Hyundai Santa Fe, Астана қаласында
үлкен гололед болғандықтан Hyundai Santa Fe автокөлігіне кіріп кеткен болатын. Оның да суретін салып көрсететін боламын. Одан бізде мына жерде царапина пайда болды. Кішкене ғана, қатты білінбейді. Вот, түсі қалып кеткен. И екі естелік тұр бізде осы жерде былайша айтқанда. И тағы бір айтатын нәрсе, где-то, по-моему, декабрьде мен парковкеге машинаны қойып кеткем. И байқап қарасаңыздар, менде бамперде тағы екі царапина пайда болды. Бұл жолы бірақ мені сызып, потом кетіп қалды. Мына екі царапина түскен. В общем, осы, короче, астында да біреу түскен. Получается, үш ДТП болды ма? Енді қазір тағы екеуін көрсетем. Я просто похлопаю. Тағы бір ДТП жайлы айтып кететін болсақ, Mitsubishi Montero Sport болды. Ол жерде особо ештеңе болған жоқ. Ну, ДТП ретінде түсінбей тұрмын, қайсы дөңгелек кеп тиді ма, или не тиген? Дөңгелекпен зырғып кеп тиген ғой. Есептелінді. Тағы үлкен емес, енді кішігірім ДТП. Мен машинам артына, короче, Toyota 50 автокөлігі кіріп кеткен болатын. Оны айтатын болсақ, короче, менде вот мына жерде байқасаңыздар, короче, тоже трещина пайда болды. Вот, көрініп тұр. Мына жерге соғылды, міне. Краскасы түсті. Потом здесь тоже краска түсті, царапина. И вот здесь вот царапина. И осындай минустар пайда болды. В будущем бұны айтып жатқан себебім осының бәрін жасайтын боламыз. Машинаны идеалға келтіреміз. Керек болса алдыңғы артқы бамперді жауыстырамыз, саламыз, жасаймыз. Біз қайта оралдық. Осы қайта оралдық деген сөзді қанша рет айттым уже, бірақ осы жолы точно біз түсіретін боламыз. Короче, осы келесі жолы машинаны нойкаға кіргізіп барып видео түсіретін боламыз сіздер үшін. Көп рахмет. Сіздермен болған Ключ на 17 каналы. Жақсы сау болыңыздар.